Сәлем достар, бұл мен. Бүгін бізде ақыры қорқынышты мультиктер. Ол не екенін ұмытып та қалған шығарсыңдар. Ол мен қорқынышты, ақылды қорқынышты, ақылсыз қорқынышты мультиктер көргенде. Қысқасы бұрынғы керемет кездегідей. Я, бұрынғы керемет кездер дедім ғой. Скримерді қоймағаным көп болыпты. Мультиктің аты Крем. Ол жолда жатқан өлі ападан басталады. Бұл кадрлер мен ойлағандай соңында болатын шығар дедім. Өйткені кейін бізді ауруханаға апарады. Қандай аурухана екені ешқайда айтылмайды. Алайда мынаған қарап, аурухана басы істемейтіндерге арналған сияқты. Бірақ 10 секундтан кейін менің ойым өзгерді. Лифтпен жүкті әйел және күйеуі келеді. Демек, аурухана барлығына арналған. Әйел мен күйеуі сол жерге отырады. Өз кезегін күтеді. Ал Василий жай отырады. Бұл Василий. Атын өзім қойдым. Менің видеом не істесем өзім білемін. Хе-хе-хе. Сөйтіп, олар ұзақ отырады. Бір кезде еркек балмұздақ алайын дейді. Әйелі неге екені оған рұқсат бермейді. Бірақ еркек еркектігін көрсетіп жей бастайды. Ал әйелі оны бір соғады. Күйеуі жүкті әйелді ұруға болмайтыны есіне түсіп, үндемей қояды. Василий құлаған балмұздақты көріп, соған қарай қозғала бастайды. Солай жеуге тырысады. Бірақ оған жігіт кедергі болады. Жігіт те жерден жеуге қарсы емес сияқты. Әйелі ішке кіруін күтпейді. Алайда Василий нағыз батыл екенін көрсетіп, балмұздақты жұта бастайды. Сөйтіп қақалады. Әрине, біреу қақалып жатқанға қарап отыру дұрыс емес десе, әсіресе Василий. Бірақ ол балмұздақты алып алды ғой. Сол үшін дұрыс, отыра беріңдер. Жігіт жаңа балмұздақты жей бастайды. Ал жынды қатыны оны ұра бастайды. Жай балмұздақ үшін. Сөйтіп күйеуі амалсыздан тауық етіне айналып кетеді. Мультик қорқынышты емес те шығар. Ал сұмдық жағынан бірінші орын. Мультик осы видеода қала берсін. Бір кезде әйелі толғата бастайды. Әрине, көмектесетін ешкім жоқ. Бір кезде бұл жерге апа келеді. Ол тез арада болашақ анаға келіп, оны орын бермедің деп ұра бастайды. Апаның орны босаса да, ол ары қарай барып, соғып, әйел қарсыласып, оны терезеден лақтырып жібереді. Бала туылып, ішек қарны шығып, мамасы кетіп қалады. Соңынан тауық еті де жүреді. Бітті. Деп ойладым. Бірақ бұл жерде жасырын финал бар екен. Ол жерде, тағы бір апа жатқанын көрсетеді. Не болғаны түсініксіз. Әрине, қорқынышты анимация емес, бұл күлкілі анимация болып табылады. Келесі мультикпен оның орнын толтырайын. Түн, велосипед қоңырау, көптеген көзі жоқ бас сүйектер, аяқ қолдары бар, асқабақ, өлең. Осының бәрі Хэллоуинді еске түсіреді. Дәл осылай Криптонс анимациясы басталады. Басты рөлде бізде үйсіз ит. Ол ешкімге тиіспей, көшеде қаңғырып жүреді. Бірақ ол үшін бұл қала қатыгез және қауіпті болады. Қорыққаннан ол бір бұрышқа тығылып, ал оны арық келген маньяк тауып алады да итті өлтіреді. Қалжың. Итті кішкентай қыз құтқарады және оны Кити дейді. Ол мысық болып шықты. Мен осыны естігенде таң қалдым. Қыз оны өзімен тұруға шақырады. Мысық келіседі. Кеш батады. Қыз оны үйіне алып келеді. Ол жайлы әкесіне немесе анасына айтады. Бұл кім екенін өздерің табыңдар. Ол әкесі сияқты, өйткені қыз оны Говард дейді. Мүмкін ата-анасы емес те шығар, ағасы шығар. Hey Howard, I found a kitty. I used to carry corn to town. They'll make plump chickens. Қыз Говардтың сандырағына мән бермей, өзінің жаңа досын бөлмесіне алып кетеді. Китиге тамақ беріп, мысық екеуі бірге болатынына қуанады. Осы кезде бізге қараңғылықтан арық маньяктың басын көрсетеді. Әрине, ол көзін ашады. Анимация осымен бітеді. Ешқандай терең ой жүргізуге болмайтындар шығар.
алайда осы әлемді талқыласақ болады. Негізі осы анимацияда қызықты комментарий оқыдым. Мүмкін осы әлем ядырлық соғыстан кейін болған. Барлық тірі организмдер мутант болып кеткен. Бір көргенде Хэллоуин деп қалсақ болады. Бірақ олар қалай көрсетілген солай бар. Сөйтіп бұл постапокалипсис болғандықтан тамақ аз. Адамдар аш қалып, көбісі жануарларды да жейтін шығар. Өйткені мысықты не үшін өлтірмекші болады? Әрине ақша үшін емес. Бірақ қызға мысықтың қажеті не? Біреуі ол жай ғана жарық шуағы, қыз өзіне дос тапты деу мүмкін. Алайда қыз да оны өлтірмекші десемше. Говардтың сөзіне мән берейік. There were many plump chickens. We would pluck their feathers and bathe in their blood. Thanks, Howard. Purified. Ол бұрын тауықтардың жүнін жұлғанын, қанда шомылғанын айтады. Дәл осы кезде қыз оның сөзін бөліп, бөлмеге кетіп қалады. Бөлмесінде бұрын болған жануарлардың суреттері бар. Мүмкін бұрын өлтірген шығар. Олардың үйлері айдалада екенін еске алсақ, ал фотолардың жанында сырылған жерлері бар. Жануарлар осылайша қыздан қашпақшы болған шығар. Олармен не істегенін ойдан құрастырсақ болады. Алайда осы детальдарға мән берсек және қыздың бір көзі неге жоқ екенін ескерсек, бәрі келеді. Анимация не жайлы толық түсініксіз. Оның әлі 2 сериясы бар. Оны 4-ші сериясы шыққанда көрсек болады. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша ютубдамыз.